Португалдық атақты футболшы Криштиано Роналдо футбол әлемінде ғана емес, дүниедегі бір туар тұлға екені даусыз. Ол жайлы алып қашпа әңгімелер өте көп. Біреуі тәкаппар десе, енді біреуі өркөкірек деп айыптайды. Шындығында ол қандай жан? 4 рет алтын допқа ие болған Роналдо туралы көреміз. Роналдоның ең даулы голы Испан чемпионатында орын алды. Сосьедадтың Реалына тепкен айып тобы Пепенің арқасына тиіп қақпаға кірген еді. Көптеген басылымдар голды Пепенің атына жазған. Алайда ең көп гол соққан ойыншы Пичичи сыйлығын беретін Марка басылымы бұл голды Роналдоның еншісіне жазды. 8 жасында әкесі жұмыс жасайтын Андория клубында ойнады. Алғашқы кәсіби келісім шарты Национал клубымен жасасты. Ұзамай Спортинг клубына ауысты. Бала кезінен ақ аяқтарына ауыр зат байлап жүгіре бастады. Ауыр затпен тез жүгіре алса, онсыз одан да жылдам жүгіретініне сенді. Мүмкін бас айналарлықтай шеберлігі мен жылдамдығы осының арқасы болар. 15 жасында дәрігерлер жүрегінен кемістік тапты. Оның бақытына орай ота сәтті жасалып жаттығуға кірісті. Бала кезіндегі тебірендерлік жағдай. Бала күнгі досы Альберт Фантраумен Национал командасында ойнап жүргенде Спортинг скауттары қаралымға келді. Кім көп қақпаға доп енгізсе, соны командаға алу міндеті қойылды. Криштиано 1 доп, Фантрау 1 доп соғады. Ал 3-ші гол бәрін таңғалдырды. Альберт қақпашымен бетпе-бет. Біздің каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Мына сұр қоңыраушаны бассаңыз, алдағы видеоларды жіберіп алмайсыздар. Кездесіп, оны алдап кетеді де, ашық қақпаға теппей Роналдоға пас береді. Ол 2-ші добын соғып Спортингке аттанады. Роналдо Фантраудан неге өйткенін сұрағанда, сен менен мықтысың деп жауап берген. Осы оқиғаның анық-қанығын білмекке журналистер Фантрауды іздеп барады. Ол мұның рас екенін айтады. Бір қызығы, Фантрау жұмыссыз еді, бірақ хан сарайындай үйде тұрады. Ол үйді оған Роналдо сатып әперген. Бұл оқиға Роналдоның тек алаңда ғана тәкаппар, ал өмірде қарапайым әрі қайырымды екенінен хабар береді. Спортингтен Манчестер Юнайтедқа ауысқан Роналдо 28-ші номерді сұрайды. Бірақ сэр Алекс Фергюсон Криштианодан команда аңызы Дэвид Бекхэм кеткеннен кейін бос қалған 7-ші номерді алуды талап еткен. Роналдо 7-ші номер қосымша мотивация бергенін айтады. Мадридтің Реалында Рауль кеткеннен кейін сол номерді алды. Роналдоның Спортингтен ағылшын командасына ауысуының басты себебі 2003 жылы португалиялық команданың Манчестерді 3-1 етіп жеңуінде екенін бірі білсе, бірі білмес. Сол ойында Криштиано қарсыластың қорғанысын әбден әуре сарсаңға салған еді. Видеоны аяқтамай тұрып, ең қызықты онлайн ойындардың бірі World of Tanks ойынын ұсынбақшымын. Ойнап көр, өз достарыңды шақыр. Менің сөзім шын екеніне көзіңді жеткізесің. Сілтеме төменде.